Қайырлы күн достар, сәлем баршаңызға. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге міндетті түрде әдемі болып шығатын блины рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін бізге 4 немесе 5 жұмыртқа керек, және оған 3-4 қасық қантты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Егер де жұмыртқаңыз үлкен болса, 3 жұмыртқа да жеткілікті болады. Жақсылап араластырып болғаннан кейін, қанты еріген соң, оған біз 500 мг сүт қосамыз. Сүт, кез келген сүттің түрі бола береді, майлылығына қарамаймыз. Сүтті қосқаннан кейін де жақсылап араластырып аламыз. Және 10 қасық ұнымызды саламыз. Ұнды аз-аздан салып, асықпай араластырыңыздар. Түйін болып қалмау керек. Жақсылап араластырып алыңыздар. Және 2 қасық сұйық май қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сұйық масса болу керек, дәл видеодағыдай. Егер де комочкалар көп болса, онда көбірек араластырыңыздар. Енді табамызды отқа қойып, қыздырып аламыз. Және оған майды жағамыз. Жабысып қалмас үшін. Табамыз қызғаннан кейін осылай бір ожаудан құйып, блиныды пісіре береміз. Бірінші бетін қызарғаннан кейін, оны келесі бетіне ауыстырып аламыз. Осы әдіс бойынша барлығын пісіріп шығамыз. Дәмі өте керемет шығады. Осыған дейін талай блиныдың рецептерін тексеруден өткізіп көрдім. Ол тәжірибемен келген рецепт. Тіпті мен бұны оқушы қызым дайындап жатыр. Жасалуы өте оңай. Осы массадан, осы сұйықтықтан шамамен 30-35 блины шықты. Жып жұмсақ. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей біздің барлық блинымыз пісті, дайын, дәмі керемет. Үйде міндетті түрде жасаңыздар. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен бірге болған Меруерт. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.